Бәріне сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дастарханның көркін ашатын және де тез дайындалатын, ең бастысы қамырды жайып отырмайтын тюльпан самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қаймағымызға бір жұмыртқамызды салып, оның үстіне тұзды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл бізде қамыр жасауға керек ең басты ингредиент болып табылады. Одан кейін осылай ұнымызды ыдысымызға салып, оған майымызды осылайынан аунатып, терканың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Өткізіп алған майларымызды қолымыздың көмегімен ұнымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстіне жаңағы дайындап қойған сұйық массамызды құйып, бір келкі қамыр дайындап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осыны жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр дайын болып шығады. Оны 5 минутқа демалдырып қоямыз. Келесі кезекте осындай орташалау пиязымызды алып, майдалап тураймыз. Пиязымызды фаршымыздың үстіне салып, дәміне қарай тұзын, қара бұрышын немесе қызыл бұрышта салсаңыздар болады. Сол дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен дәл осы видеодағыдай етіп кесеміз. Бірінші екіге осылай қамырымызды бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Бұл жерде менде 21 штук шығады. Қамырларымызды видеода көрсетілгендей етіп думалақ формаға келтіріп алатын боламыз. Енді қамырларымызды біртіндеп алып, жайып шығатын боламыз. Енді тюльпан формасын жасаймыз. Қамырымыздың шетін кесіп алып, фаршымызды салып, осылай видеодағыдай етіп орап шығатын боламыз. Енді қамырдың төменгі жақтарын жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп біріктіріп шығатын боламыз. Мінекей, біздің тюльпанымыз дайын болып шықты. Енді қалған қамырларымызды да осылайынан формаға келтіріп аламыз. Енді самсаларымызды осылай формамызға қойып алатын боламыз.
Бетіне сары жұмыртқаға кішкене сүт құйып араластырып екеуін жақтым. Сіздер де солай етсеңіздер болады, немесе жұмыртқаның тек сарысын жақсаңыздар да болады. Бетіне мен осылай күнжіттерді сеуіп шықтым. Егер сіздерде мак болса, макты сепсеңіздер де болады, өте әдемі көрінеді. Одан кейін 180 градусқа 30-40 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің самсаларымыз пісіп шықты, өте әдемі болып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан басқа да салаттар, пирогтардың рецепттерін таба аласыздар.